Мен сіздерге өзімнің дәл қазір сатып алған өзімнің алғашқы жаңағы ферғана плантациясында жайғасқан өзімнің алғашқы NFT-мді мақтанып көрсетуді жалғастырамын. Мен жаңа осы видеода түсірген кезде мына жерде жоқ еді да ол. Мынау енді пайда болды. Мен дәл қазір өзіме бір NFT сатып алдым. Бұл NFT менде кошелектта, мына жерде NFT деген отделда осылай тұр. Қараңыздар, яғни бұл жерде кәдімгі реальный актив деп айтамыз ғой. Бұл кәдімгі жаңа технологияның бізге қарапайым халыққа берген мүмкіндігі ғой. Мысалы мен қазір Астана қаласында отырып, санау Ташкенттің ферғананың плантациясында айдаласында егіп жатырған бір кәсіпкердің жаңағы несі ретінде, инвестор ретінде өзіме ол кәсіпкер бұл ақшаны айландырып басқа плантацияның санын көбейтемін, ары қарай бизнесін жасай береді. Мен өзіме бір NFT алып алдым да. Енді Құдай қаласа тапқан ақшама мен міндетті түрде осылай жаңағы өзіме осылай гектар тал егіп қоямын ғой. Енді бұйырса Құдай қаласа, Құдай сол күнге жеткізсін, жақсы сөз айта берейін, яғни қазіргі заманның талабына сай мен өзіме бір тал алдым. Бұл қазірше шыбық көшет. Бұл ертең тал өскен кезде үлкен табыс беріп бастайды. Яғни өзімнің бір алғашқы токенімді алдым. Оны мен MetaMask кошелегі арқылы Polygonның блокчейніне цифровой долларды кіргіздім да, жаңағы смарт контракт арқылы, мына жақта смарт контракты арқылы мынау сайтқа тіркелдім. Ары қарай жаңағы өзіме маркетинг арқылы табыс тапсам да болады, Құдай бұйыртса. Енді түсініп жатқан адамдар болса, әрине түсіндіріп, сіздерге де осындай өздеріңіздің цифрлы активтеріңізді алатын мүмкіндікті көрсетемін. Бұл енді жаңағы тоже бизнестің бір түрі, айтады ғой, қауіп, қатер бар барлық бизнесте депші. Сол сияқты мен де сіздерге мына жерге келіп байып кетесіздер деп айтпаймын. Егер қосымша осындай мүмкіндік іздеп жүрген жандар болса, шығыңыздар, комментарийға жазыңыздар, көрсетейін, үйретейін. Шыны керек, мен бұны өзім ел айында тауып алғам. Қазір қуанып отырмын, шынымды айтайын. Мақтанып, маған өзіме бір кәдімгідей анау үлкен миллиардтарға жол ашқан керемет NFT-ім деп қуанып, жаңа сіздерге видео түсіріп жатырмын. Түшкіріп жатыр ана жақта. Аумин, аумин, аумин деп қояйыншы. Көрдіңіздер ма? Осындай мүмкіндіктер негізі интернет нарығында өте көп. Түсінуге ниетті жандармен осы саланы түсіндіріп, өздеріңізге мен дәл қазір тағы да қайталап өтейін, бір ағашымды алып алдым, көшетімді алып алдым. Құдай қаласа менің плантациям көбейе берсін деген ниетпен өздеріңізден комментарий күтетін боламын. Егер қызықтырса шығыңыздар, сіздерге де осындай мүмкіндікті үйрететін боламын. Дәл қазір өзім мәз болып отырмын. Документі де бар, міне қараңыздар. Документі істеген жерінде осы жаңағы мені ашқан жігіттің бүкіл документтері бар ғой бұл жерде. Барлығын тыңдаған мен ютубтан. Тыңдап, көз жеткізіп, содан кейін барып уже өзіме осознанный шешім қабылдап, осылай жаңағы келіп тұрмын ғой. Құдай бере саған менің NFT-ма, Құдай бұйыртса, Құдай қаласа үлкен белестерді бағындыра берейік деген ниетпен мынау ары қарай загрузить етіп кетті. Ұзақ мен интернетім істемей тұрған сияқты. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар.